қаласы нөмірі 37-ші жалпы орта білім беру мектебі осы қаламыздағы Жаһанша Досмұхамед атындағы жоғарғы педагогикалық колледжімен әлеуметтік серіктестік бағытында меморандумға қол қойылып, бірнеше жылдан бері ынтымақтастықта жұмыс атқарып келеміз. Осы колледждің көркем еңбек, бастауыш, ағылшын пәндері бойынша білім беру бағдарламаларын жасақтауға қатысып отырамыз мектеп тарапынан. Сонымен қатар колледжбен бірлесе отырып семинар практикумдар өткіземіз. Осы машықтан өтуге келген әр студенттер теориялық білімдерін практикамен ұштастырып, өздерінің білімдерін шыңдай түсуде мектебімізден. Мектеп тарапынан осы келген студенттерге білікті, тәжірибелі әдіскерлер тағайындап, мектептің техникалық базасын толық пайдалануға мүмкіндік береміз. Қазіргі таңда мектептегі 187 педагогтың 64% осы педагогикалық колледждің түлектері. Соңғы 3 жылда жұмысқа қабылданған педагог мамандардың 29-ы педагогикалық колледждің түлектері болып саналады. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының 4-ші курс студенті Мақсут Альмира, Қазақстан колледждарының топ 100 студенті байқауының жеңімпазы, Жаһанша стипендиясының иегері. Колледж студенттерінің теориялық білімін, кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда жұмыс берушілер мен колледж арасындағы ынтымақтастық қамқоршылықтың маңызы өте зор деп санаймын. 2-ші курстан бастап педагогикалық практикадан студенттер тәжірибеден өтетін болады және тәжірибелі әдіскерлердің қолдауымен бірге жұмыс жасайды. Түрлі тақырыптағы семинар конференциялар қатысуға мүмкіндік алады. Практика базасындағы кітапхана бөлімі әртүрлі материалдарды қолдануға мүмкіндік береді. Жақсы нәтиже көрсеткен студенттерді жұмыспен қамтамасыз ету жағдайы жасалған. Мен өз жетістіктерімді осы жұмыстардың нәтижесі деп санаймын. Колледж Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білім берудегі трансформациялау жөніндегі 2025-27 жылдарға арналған жол картасын іске асыру шеңберінде жұмыс беруші ұйымдар мен мекемелер арасындағы ынтымақтастық қамқоршылық дамыту жұмыстары аясында 8 меморандумға қол қойып, қазір сол жұмыстанудамыз. Ол жұмыстардың негізгі бағыттары білім беру жүйесін дамытудың өзекті мәселелері бойынша біріккен ғылыми конференциялар, семинарлар және педагогикалық оқуларды өткізу. Екінші, студенттердің теориялық білімдерін практикамен ұштастыру. Үшінші, педагогтар арасында озық әдістер мен технологиялар енгізу және дамыту бойынша тәжірибе алмасу. Және бітіруші түлектерді жұмыспен қамту мақсатында жүргізілетін жәрмеңкелер ұйымдастырылып, үнемі бірлесе жұмыстанып отырмыз. Осы жұмыстар колледж бітіруші түлектердің кәсіби шебер, еңбек нарығына бәсекеге қабілетті маман болып шығуына үлкен септігін тигізіп отыр.